Армысың қазақ. Жұман Рахимов. Армысыз аға. Тәңір жарылқа бәруақ қолдасын сізді. Аға айтарым, осы біздің Тәңір діні ғылыми орталық бар ма? Заңды түрде үкіметке тіркеп, Тәңір күні атты мейрамын неге тіркемеске? Санымыз Құдайға шүкір жетерлік депті. Жұман, Тәңір ілімі қоғамдық бірлестігі бар. Комиссия шығып жүріп, тексеріп, айтып жүргеніміздің орынды екенін дәлелдегеннен кейін, осыдан 6 жыл бұрын ба 7 жыл бұрын ашқанбыз. Тәңір деген сөзі бар, ілім деген сөзі бар, қоғамдық бірлестік бар. Общественная организация емес, фонд емес, религиозное объединение емес. Ілім ол, учение. Ал жер бетінде екі ілім бар. Біреуі иудаизм, екіншісі индуизм. Иудаизм Авраамның екі елінен туған балалардың ілімі, учениесі. Доктриналары бар, религиялары бар, әлемді басып алу жолындағы саясаты бар, пирамидалары бар. Айта берейін ба? Ілім ол. Аштам Алақанында жұмса жұдырығымды ұстаймын деген. Солардың ұрпағына жаратушы қайта-қайта кітап береді. Қалай олар жақилет дәуірін өткізе бастайды бастарынан. Орталарынан біреуін алады да, пророк, расул, нәби жасайды дағыны кітапты береді. Бергенін дұрыс емес деп айта алмаймыз. Оларға тән. Бірақ оны бізге таңбау керек, қазаққа. Біздің шекарамыздан өткен кезде сұрау керек, сендер бірдеңені білдіңдер ме, білмедің бе деп сұраған жоқ. Аласың деп отыр. Социализмде, коммунизмде, білесің ғой, солардың балалары бәрі. Бәріне бір кітап түскен. Капитализм, один шаг вперед, два шага назад деген кітаптар. Небір қоғамдарды кіргізеді, оның ішіне жаңағы өздерінің доктриналарын кіргізіп жібереді. Екіншісі индуизм. Индустарға тиесілі. 300 бәленбай кітабы бар. Быжынаған жаратушылар бар. Осы екі ілім әлемдік көзқарастарды қалыптастырып отыр. Екі күш. Ньютонның заңы бойынша кез келген екі күш алға жылжу үшін міндетті түрде үшінші күш керек. Мыналарға қарама-қарсы тұра алатын. Үшінші күш болып Тәңір ілімі деп аштық. Ақтарға байланысты, адамның ағзасына байланысты, адамның денесіне байланысты, жан-жануарлардың болмысына байланысты. Қазақтың ілімі деп аштық. Неге десең, мен Ақиқат деген кітап жаздым. Белок 20 аминокислотадан тұрады, 300 препиданиядан тұрады. Қазақ 20 елден 3 елден тұрады. 23-те 23. Яғни Тәңір дегенің қазақ деген сөз, қазақ дегенің Тәңір деген сөз. Міне осындайды ескере отырып, Тәңір ілімі қоғамдық бірлестігін аштық. Ал енді сол Тәңір ілімі қоғамдық бірлестігінің ішінде өнер департаменті бар, діни департамент бар, ғылыми департамент бар. Егер ғылыми орталықтар ашылатын болса, ол жерге барып, жаңа генетика әлемімен айналысар едік. Қазаққа ол өте жақын ғылым, генетика. Неге десе, мен шежіре деген қазақтың сөзін генетика деп аудардым. Қазақ шежіресі происхождение казахов болады. Сенің жаратылу тарихың ұлтымыздың тәжірибесінен өткен. Кімдер тәжірибеге қатысты? Пайғамбарлар, әулие әмбебаптар, даналар, данышпандар, кемеңгерлер, ақындар, жыраулар, бақсылар, бәргелер, емшілер, домшылар, көріпкелдер, жұлдызшылар, тағысын тағы. Барлығы өзінің басынан өткізіп, тәжірибесін жинап, нақтылап білгеннен кейін қазақтың ілімінің ішіне кіргізген. Бірақ мен кітап алдым деп емес, мен тәжірибемнен өткен дүние деп. Мыңдаған адам дәлелін айтқаннан кейін барып, қазақ өзінің дүние танымына жинақтап, ілім қып кіргізген. Түгеліменен халықтың, ұлтымыздың тәжірибесінен өтіп, күні бүгінге дейін жеткен. Қаймағы бұзылмай. Қазір бұзылып жатыр. Амал қанша бұзғызбаймыз деп жұмыс жасап жатырмыз. Осындай дүние. Айтарым былай. Тәңір деген сөзі бар. Іліми қоғамдық бірлестік қазақ мемлекетінде жұмыс жасап жатыр. Азаматтар жұмыс жасап жатыр. Небір қарсылыққа қарамастан, жаңағы екі ілімнің тармақтарының қарсылығына қарамастан. Бірақ мықты ілім қашанда мықты ілім, мықты даналық қашанда мықты. Ал қазақ ұлты мың өліп мың тірілгендерден, қайта-қайта тірілетіндерден, болмысын да тірілте алатындар, дүние танымын да тірілте алатындардан. Сондықтан Тәңір ілімі қоғамдық бірлестігі бар. Қазақтың дүние танымын толығымен қамтиды.